Келесі 4-те 135-ші есеп. Көбейтіндіге түрлендірулеріне. Біріншісі котангенс x қосылған котангенс y. Котангенс x-ті жазып алайық. Косинус x бөлінген синус x деп. Ал котангенс y-ті косинус y бөлінген синус y деп жазып аламыз. Енді ортақ бөлім береміз. Синус x-тен береміз, синус y-тен береміз. Тең бөлімі синус x синус y болады. Ал алымында синус y косинус x қосылған синус x косинус y. Тең алымы бізде формула бойынша синус y қосылған x кетеді. Бөлімін өзін жазып қоямыз. Синус x синус y. Бұл бізде біріншісі. Екіншісін шығарайық. Котангенс x азайтылған котангенс y. Дәл осылай тек қана минус. Сонда косинус x бөлінген синус x азайтылған косинус y бөлінген синус y деп жаз аламыз. Ортақ бөлім береміз. Синус y тең бөлімінде бізде синус x синус y, алында синус y косинус x азайтылған синус x косинус y. Тең формула бойынша бұл бізде синус y азайтылған x тең болады екен. Бөлімі дәл сол қалпында қалады. Синус x синус y. Үшіншісі бір қосылған тангенс x тең бірдің өзін жазып аламыз. Тангенс x-ті синус x бөлінген косинус x деп жазылайық. Ортақ бөлім береміз косинус x-ті. Алымында қалды бізде косинус x қосылған синус x. Бөлімде косинус x. Тең косинус x-ті енді біз синус арқылы өрнектейік. Ол үшін синус пи бөлінген 2 азайтылған x деп жазылайық. Қосылған синус x-тің өзі. Бөлімі дәл солай қалады. Косинус x. Енді формулаға салайық. Мынаны біз x, мынаны y деп қарастырып, формулаға саламыз. Сонда 2 синус бөлшектің алымында пи бөлінген 2 азайтылған x қосылған x бөлінген 2. Косинус пи бөлінген 2 азайтылған x минус x. Бұл жақшада бөлінген 2. Тең косинус x-тің өзін жазып қоямыз. Тең мынау екеуі жойылып кетеді де пи бөлінген сонда алымын жазып қояйық. 2 синус мынау 2 алымындағы 2-ге көбейтіліп кетеді. Сонда пи бөлінген 4. Косинус мына жерде пи бөлінген 2 азайтылған 2x болады да 2-ге бөліміне қысқартатын болсақ, ол бізде болады пи азайтылған 4 азайтылған x-тің өзі ғана қалады. Бөлімде косинус x. Тең 2-ні өзін жазып қоямыз. Синус пи бөлінген 4 түбір асты 2 бөлінген 2-ке тең. Косинус өзін жазамыз. Пи бөлінген 4 азайтылған x. Косинус x. Қысқартып жіберейік. Сонда қалды бізде түбір асты 2 косинус
пи бөлінген 4 азайтылған x жақшаның ішінде бөлімде косинус x. Келесі төртіншісі 1 қосылған котангенс x тең. Котангенс x-ті біз жазып аламыз. Косинус x бөлінген синус x. 1 қосылған косинус x бөлінген синус x. Синус x-тен ортақ бөлім керек. Синус x тең бөлшектің бөлімінде синус x. Синус x қосылған косинус x тең. Енді синус x-ті косинус арқылы өрнектеп алайық. Ол дегеніміз сонда косинус пи бөлінген 2 минус x қосылған косинус x-ның өзі бөлімінде синус x тең 2. Енді осы формулаға саламыз. Мынау дегеніміз x, мынау y. Сонда 2 деп алайық. 2 косинус пи бөлінген 2 азайтылған x қосылған x бөлінген 2. Ал косинус енді мына жеріміз минус болады. Пи бөлінген 2 азайтылған x минус x. Жақшаны жабамыз, бөлінген 2. Бөлшектің бөлімінде синус x. Тең. Сонда 2 косинус 2 жойылып кетеді, мына бөлім көбейтіліп кетеді, сонда пи бөлінген 4 болады. Пи бөлінген 4. Көбейтілген косинус 2х болады, бөлімде түсіп кететін болса 4 болады, сонда пи бөлінген 4 азайтылған x болады екен. Бөлшектің бөлімінде синус x. Косинус пи бөлінген 4 деп отқанымыз тұбырасы 2 бөлінген 2 екен. Жазып алайық. Косинус пи бөлінген 4 азайтылған x тең бөлінген синус x деп жазылайық. Қысқартып жібереміз. Мұнда тұбырасты 2 косинус пи бөлінген 4 азайтылған x бөлімінде синус x тең болады.